Ассаламалейкум. Гестің бастығы, мен Жібек жолы ауылынан Еспенбетов Балғабек. Біздің мына Жібек жолы ауылынан трансформаторымыз күнде свет жоқ, айқай шу, халық жиналып жатыр. Соны айтатын дегенім, сіз жаңа бастықсыз. Так, бұдан 10 жыл алдын біз барғамыз, мына Рысқұлов көшесі түскен кезде. Сонда Рысқұлов көшесіне біз бермегенбіз. Электрикмен төбелескенмен бөрді. Бермеймін, трансформаторым деп. Жаңадан салдырыңдар дегем. Олар көнбеді. Сонымен сізге бардық, ол бастық кетіп қалды қазір, сіз мен танымайым ғой, 10 жыл алдын. Сонда ол бастық алттан компьютерін ашып көрсетті. Жібек жолына Приктактойдан келсең, неге светіңе халқыңа қостырасын 160-қа деді. Сендерге олар әрең жетіп тұр деген. Ақсақал атыңыз кім? Балғабек. Жаңа микрофон ұстағанға дейін эмоционально дауысыңыз жақсы, зор деп айтып отырмыз. Айтып жатырмын сол енді. Қайтадан соған келіңізші. Так, маған мына жақта заставлять етіп жатыр. Қатты сөйле деп. Қатты сөйлеймін, мына сіздер жіберген адам ба? Мен мазақтап тұрмалды. Сіздерге ескертуім. Мен өткенде де кесейін дедім, Рысқұлов көшесін. Трансформатор отдельно қойып беріңдер дедім, халықтың арасында. Сонда мына жердегі сельсетіміз айтты, бәке тоқта, көктемге шейін шыда, жаңасын қойып берем трансформатор деді. Жарайды дедім. Сонда үндеген жоқпын. Енді шыдағым жетпей және келдім. Күнде өшеді, халық жиналып жатыр. Міне, көріңіздер қанша халық бар. Сол үшін Рысқұлов көшесін маған отдельно қойып беріңдер. Болмаса мен қазір нақанны кесіп тастаймын Рысқұлов көшесін. Сізге алдыңызға барады, біз трансформатор бердім. Сондармен келісесіздер. Тоқты кесіп тастау қылмыс емес пе? Қылмыс емес. Олар тоқ кескенде разрешение алды ма? Міне сельсовет. Разрешение алды ма? Газ улабады, міне газ. Одан анау сосед алды, одан анау сосед алды тағыны, анау шырпадан маған келе жатқан 10 мегабайтты азайтып тастады. 1 минутта қайнатын шайым 10 минутта қайнап жатыр. Оны бәрің білесіңдер, тоқта. Оны бәрің білесіңдер. Микрофонға де. Микрофон істеп жатқан жоқ, өшіп қалды. Жоқ, өшіп қалмайды. Данный моментті жазбады, мен айтқан жазған жоқ. Қаншаға спорт етеміз? Қайталашы. Жоқ, қанша спорт етеміз, келіңіз. Келмайтын, 1000 теңгеге. Менде жазыпты, міне қалтамда тұр. Құтты болсын. Болды. Сол. Рысқұлов көшесін кесіңдер. Бұл кісі бай ма? Сіз осы ауылдың байысыз ба? Иә. Онда келісеміз ба? Давай, айтсаңызшы. Қараңыз, міне қараңыз. Осы ауылдың байы болсаңыз атыңыз кім еді? Балғабек. Балғабек. Мырза, мына жерде мектепте бар емес пе? Екінші насос күйіп кетті. Енді бай болсаңыз. Мен оған жоқ. Запасынан насос істеп берсеңіз. Мен оған кінәм жоқ. Күйді ма? Халықпен бірге жинаймыз, ақшасын береміз. Мынадан Рысқұловты кес маған, болды. Анаяқан жаңадан қосып бер. Кесесің ба? Жоқ, мен кеспеймін, жаңа қылмыстың адамдар кесе берсін. Ал өткенде мен кесіп тастаймын дедім, жынданып. Кестірген жоқ. Қылмыс болмайды. Жаңағы мектепте қашпайықшы темадан. Тоқта. Социальный ответственность деген бар еді ғой. Мен журналист. Блогер деп жазып қойғанға көріп тұрмын ғой. Құтты болсын. Қараңыз, социальный ответственность бизнесі деген бар емес пе? Президент айтып жатыр. Енді сіз бай екенсіз, осы ауылдың ақшаңыз көп екен. Мектепте бір насос күйіп кетіпті. Ертең сабақ басталады, күн суиды. Қиналып жатыр. Оны өкіметтер анаған жіберіп, мынаған жіберген уақыт кетіп жатыр. Бай ретінде сол бір насосты алып берсеңіз қалай болады? Алхамдулилла, бай болсам мен сенден сұрамаймын. Бәр көшеге жаңадан қойып беремін. Вопросы есть. Насос мектепке қойып беріңізші, басқасын керек жоқ. Мен бай болсам қойып беремін. Бай емессіз ба? Баяғы Сабит болсам, қазіргі жаңа баймын. Бай болсам, халықтар айтып жатыр ғой, халық айтқаннан кейін мен баймын. Насос қойып берсеңіз кедей болсам да баймын. Правильно халде. Насос қойсаңыз ба қоймайсыз? Қоспаймын, мен оған жағдайым келмеді. Мен жағдайым кес тастауға жағдайым келеді. Рысқұлов көшесін. Отдельно қойып беріңдер Рысқұлов көшесіне. Балаларға көмектесуге қашасыз ба? Қашпаймын. Көмектессеңіз бір насос деп беріңізші. Жоқ, насос қойып бермеймін. Халық қанша жияды? 100 теңгеден, мен де 100 теңгеден беремін. Бай болғаннан кейін байлар көмектеспей ме? Давайте, мынаны Рысқұлов көшесін. Сен ана жақын бәрін. Жарайды.